Интернет желісінде Ділмұрат есімді сәләфилік уағызшы былай деген екен. Олардың мазхабы елінің мазхабы. Қай жерге барса, дұрыс па қате ма соны істей береді олар. Неге? Адамдарды өзіне қарату. Негізінде ислам ғалымдары мұсылман қай елде болса, сол елде кең таралған мазхабты ұстануға шақырған. Мысалы, авторларының бірі сол Ділмұрат өзін мойындайтын Ибн Таймия болған Аль-Мусвадда фи усул фиқ еңбегінде Қади Абу Я'ля есімді Ханбали мазхабының ғалымына жат елден бір адам келіп, маған Ханбали мазхабын үйретші деп сұрайды. Сонда ол бірінші оның елінде қай мазхаб ұстанылатындығын сұрап, Шафиғи мазхабын ұстанатын елден келгендігін анықтайды. Артынша сен менен Ханбали мазхабын үйреніп, еліңе оралып, олардың арасында бөлік туындатасың, ауызбіршілікті құртасың деп, Шафиғи мазхабын ұстанатын елден келген адамға Ханбали мазхабын үйретуден бас тартқан екен. Сондықтан бір елде кең таралған мазхаб қандай болса, олардың арасында бүлік туғызбай, сол мазхабты ұстану ғалымдар айтқан өсиет болып табылады. Яғни бұл нәрсені біздің имамдар, біздің мұсылмандар діни басқармасы ойдан шығармаған. Бұл ислам ғалымдарының айтып кеткен өсиеті, ислам ғалымдарының салып кеткен жолы болып табылады.